Думан осы Global Trend компаниясында біраз жұмыс істеп, осы халқымызға, келешек ұрпағымызға денсаулығына, түзелуіне атсалысып еңбек етіп жатырмыз. Сонымен бүгін өзіміздің партнеріміз, біздің әкеміздің досы Көбен ағамыздың үйінде қонақта отырмыз. Осы кісі бірталай жыл гемодиализ алып, біраз емделіп, сол Алматыға көшіп келіп, біраз ем алып жатыр. 7 жылдай болды гемодиализ алып жатқан ағамыздың. Осы кісі осы бальзамдарды ішіп, жақсы результаттарға келіп жатыр. Өз аузынан бір-екі ауыз жақсы нәтижелерін айтып берсе деп отырмыз. Аға, өзіңіз қандай әсер алдыңыз, қандай нәтижелер болып жатыр, бұрын қандай еді, қазір қандай, сол туралы айтып берсеңіз. Қазір балаларым мынау кейбір осы бальзамды ішкеннен бері денсаулығымда менің әжептәуір көп өзгерістер болып жатыр. Күндіз түн баласында ұйықтай алмау үшін қазір азда болса ұйықтайтын болып жүрмін. Ұйықтап демалып қалам. Өте жақсы әсер етіп келеді маған. Тамақ ішуіңіз қалай болып жатыр? Тамақ ішуім бұрын тамақты да талқап ішуші едім, қазір жақсы тамақты жақсы ішемін. Бір қызыл виноградтың суын ішіп алыпсыз ғой кеше. Виноградтың суын айтыр берген тамақты ішем ғой. Анализдарыңыз қалай болып жатыр? Анализ өткізіп жатырсыз ғой больницада? Анализдер жақсы, давление бұрынғыдай көтерілмейді. Жақсы жағдайда давление. 200-220 көтеріп кететін болды. Давление 200-220 болатын деп тұрмын, иә? Иә. Қазір где-то 130 ма айында. Жас баланыкіндей болып қалыпты давление, жақсы. Дұрыс. Енді результаттарыңыз жақсы екен, Алла тағала бұдан да жақсы ем шипа берсін. Алла қаласа енді тағы бір келген кезде сіздің бұдан да жақсы нәтижеге жетуіңізге тілектеспіз. Іше беріңіздер бальзамды. Халыққа бір-екі ауыз тілегіңізді айтып қойыңыз. Құрметті қалайық. Қазіргі ішіп жатқан басын көтеріп отыр. Бальзамымыз денсаулыққа өте пайдалы. Сеніңіздер, осыны пайдаланыңыздар. Өте жақсы әсер етеді. Рахмет, Алла. Аға, аман болыңыз, жақсы болсын, иә. Іше беріңіз. Рахмет балаларым, рахмет халық үшін қызмет ете беріңдер. Амин.